Бұл қамаудағы мүйіз тұмсық құсының аналығы. Ол шамамен 2 ай бойы осы қамауда жатады. Мүйіз тұмсық құстары балапандарын қауіп-қатерден қорғау үшін осылай жасайды. Жұп лайықты орын тапқан бойда аналығы серігі әкелген балшықпен есікті ішінен бітеп тастайды. Ол қанаттарындағы мүк тәрізді қауырсындарын жұлып алып, балапандарына төсеніш қылады. Аналық махаббат деген осы. Ұясын жасап болған соң аналығы сыртқы әлеммен байланыс үшін кішкентай ғана саңылау қалдырады. Бұдан былай болашақ балапандары мен жұбайын асырау жауапкершілігі толықтай аталығына жүктеледі. Бұл сенімнің ең жоғарғы дәрежесі. Егер аталық өліп қалса, бәрі аштан өледі. Аталық сыртқы әлемнен тауып әкелген азықтың бәрін өз сүйіктісі мен ұрпағына тасиды. Балапандары өскенше осылай қамқорлық жасайды. Бұл құстар нағыз отбасылық құндылықтың үлгісі болып табылады. Аталығы отбасына қамқорлық жасап, ешқашан тастап кетпейді. Ал аналығы оған бүкіл өмірін аманат қылып тапсырады. Ең бастысы, бұл құстар моногамды, яғни бір-біріне өмір бойы адал болып, жұп болып өтеді.